Назар аударыңыз. Осы күздің басты білім сайысы 8-ші сынып аренасында әр сабақта 5 мәрте мұғалімдер шығады. Олар өз тақырыптарын оқушыларға меңгерте алады ма? Мұғалімдер мен оқушылардың айқасы. Дәл қазір байқап көріңіз. Қайрат пен түбірдің қандай қатысы бар? Оны мен саған түсіндіремін. Ең алдымен осы футбол алаңдағы шашыны қарастырайық. Шашының бір қабырғасы X болсын. Ал екінші бір қабырғасы ол да X. Бізге шашының қабырғасы, яғни шашының ауданы 144 деп берілген. Енді осының ауданы X көбейтілген X болса, ол тең болса 144-ке. Енді ойланамыз. Шашының қабырғасы қандай болуы мүмкін? Ол үшін X квадрат тең 144, яғни қай санның квадраты 144-ке тең болуы мүмкін? Енді осы жерде ойланамыз, сендерге біраз уақыт беремін. Жарайсыңдар, сендер дұрыс таптыңдар. Бұл бізде 12, яғни шашының бір қабырғасы 12-ге тең болады екен. Ал енді квадратты бірдің анықтамасына келетін болсақ, сендерге оны толығырақ түсіндіретін боламыз. А санының квадраты дегеніміз не нәрсе екендігін қарайық. А санының квадраты дегеніміз ол квадраты аға тең болатын теріс емес санды айтамыз. Яғни түбірдің астынан ешқашанда минус сан шыға алмайды. Яғни ойланайық. Мысалға 6-ның квадраты деп алайықшы. 6-ның квадраты қашан минус бола алатын еді? Бізде ешқандай санның квадраты минусқа тең бола алмайды. Минус 36 деп жаза алмаймыз. Яғни біз түбірдің астына да минус 36 дегенді жаза алмайды екенбіз. Және де бізде осы модульдің қасиеті де түбір астының қасиетіне сәйкес келеді екен. Яғни біз мысалға мұнда минус 5 деп жазайық. Ол модульдің ішінде болсын. Мына жерде түбірдің астында осы біздің кәдімгі минус 5-міздің квадраты болсын. Енді қарайық. Модульдің ішінде минус 5 бізде плюс 5 болып шығады. Және де мына түбірдің ішіндегі квадраты болғаннан кейін ол квадраттағы плюс болып кетеді. Яғни ешқандай санның квадраты минуске тең бола алмайды. Бізде түбір асты 25 болады екен. Яғни ол бізде 5-ке тең болады екен. Онда практикалық есептерімізді шығарайық. Енді практикада түбір асты 64-тің 8-ге тең екендігін дәлелдеу керек. Біз не істейміз? Ең алдымен мұнда тексерейік. 8 дегенімізді өз-өзіне 2 рет көбейтіп көрейік. 8 көбейтілген 8. Яғни бұл бізде 8-дің квадраты. Яғни 8-дің квадраты дегеніміз бізде неше екен? Көбейту кестесіне жатқа біліп алдық. Ол бізде 64-ке тең болады. Ендеше біздің сұрағымыз қандай болып еді? Біз керісінше тапқан болатынбыз футбол алаңы бойынша, яғни 64 қай санның квадраты деп. Яғни бізде сонда түбір асты 64-міз осы 8 санның квадраты болады екен. Ендеше келесі практикаға көшейік. Бізде мына жерде түбір асты 225 15-ке тең екендігін дәлелдеуіміз қажет. Не істейміз? Ең алдымен 15-тің квадратын тауып көрейік. Яғни ол бізде 15 көбейтілген 15 болады. Енді ойланамыз. 15-ке 15-ті көбейткен кезде қанша болатын еді? Ол бізде 225-ке тең. Енді қарайық. Біздің сұрағымыз 225 қай санның квадраты еді? Керісінше алып келген кезде ол бізде осы 15 санның квадраты болады екен. Ондай болса түбір асты 225 бізде 15-ке тең екен. Енді А деңгейінің есептерін әрі қарай жалғастырайық. Бізде түбір асты 900-ді табу керек. Не істейміз? Бірінші ең алдымен ойлансақ болады былай. Түбірдің астындағы 900-ді 9 және де 100-дің көбейтіндісі ретінде жасақ болады екен. Енді қарайық. Біз осы жерден екеуін бөлек-бөлек түбірге ала аламыз. Яғни түбір асты 9 көбейтілген түбір асты 100 десек болады екен. Енді осы жерде біз ойланамыз. Қай санның квадраты 9-ға тең болатын еді? Ойланамыз. Жарайсыңдар, ендеше бізде бұл 3 болады екен. Ал қай санның квадраты 100-ге тең? Әрине, ол 10-ның квадраты. Яғни біз 3-ке 10-ды көбейтсек, 30 деген жауапты алады екенбіз. Осымен түбір асты 900, ол бізде 30-ға тең. Яғни 30-ның квадраты ол бізде 900-ге тең деп керісінше айтсақ та болады екен. Енді келесі мына есепті қарастырайық. Мына жерде минус түбірдің астында 64. Енді минус таңбамыз түбірдің сыртында тұр. Сол себептен де ол орындалады. Окей, жалғастырамыз. Енді түбір асты 64 дегеніміз, яғни қай санның квадраты 64-ке тең болатын еді? Ол бізде 8 еді, Ендеше 8-ді жазаласақ болады екен. Ол бізде минус 8-ге тең. Осымен бір есебіміз аяқталды. Енді келесі есепті қарастырайық. Өте қызықты есеп. Бұл жерде түбірдің ішінде минус сан тұр. Енді қарайық. Түбірдің ішіндегі минус 9 деген санымыз ол бола алады ма? Енді ойланайық. Қай санның квадраты минус 9-ға тең?
ешқандай санның квадраты минус 9-ға тең емес, онда бұл бізде есептің жауабы болмайды екен. Осымен біздің Б деңгейлі есептеріміз аяқталды. Қайрат сияқты болған келсе, А мен Б деңгейінен тоқтасам болады. Егер реал сияқты болған келсе, С деңгейіне көшейік. Және де ұмытпа, бізде астында сілтеме диджитал буққа. С деңгейінің бірінші есебі. Ең алдымен бізде мынау өрнекті қалайынан өрнектесек болады. Яғни бізде түбір асты тұр, әрі бөлімінде тұр. Біз бұл жағдайда кәдімгі біздің түбірдің қасиетін пайдалансақ болады, дәреженің қасиетін. Яғни не істейміз? 3 дегеніміз ол бізде осы түбір асты 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейткенге тең болады. Яғни біз азайтылған түбір асты 3 деп жазамыз және түбір асты 3 деп бөліміне де жазып қоямыз. Енді қарайық, осы жерде көріп тұрғандарындай, мына түбір асты 3 алымында ортақ көбейткіш болып тұр. Ондай болса, жақшаның сыртына шығарайық. Түбір асты 3 жақшаның сыртында қалса, ішінде тек түбір асты 3 азайтылған 1 ғана қалады. Ал бөлімінде түбір асты 3 болады екен. Енді көріп тұрғанымыздай, мына алымындағы және бөліміндегі түбір асты 3 екеуі қысқарады. Бізде тек не қалады екен? Түбір асты 3 азайтылған 1 деген мән қалады екен. Енді келесі Б есебі бізде қалай болады? Мына жерде x дегенді қалай өрнектесек болады? Дәл жаңағыдай ойланайық. Түбір асты x-ті өз-өзіне 2 рет көбейтейікші, яғни түбір асты x-тің квадраты деп жазсақ болады. Былайынан да жазсақ болады. Осы бізде білдіреді екен, түбір асты x өз-өзіне 2 рет көбейтілгенді білдіреді. Сонда бізде қосылған түбір асты 2x-ті жанына жазамыз, бөлімдегі сол бетінде тұра берсін. Енді қарайық, дәл жаңағыдай алымындағы түбір асты x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, не қалады бізде? Түбір асты x плюс 2 деген қалады. Енді қарайық, бөлімінде түбір асты x қалды. Көріп тұрғанымыздай, түбір асты x және түбір асты x екеуі қысқарады екен. Одан кейін тек бізде түбір асты x плюс 2 деген ғана мән қалады екен. Оқушылар, сабақтың соңында осы есепті өздерін шығарып көріңдер. Оқушылар, сабақты түсінген болсаңдар, мына QR арқылы өтіңдер және де біздің арнамызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңдар. Стоп, сіз бесі көрінбейді, көп өтірік күлгірсіген.